Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен осындай дәмді, әдемі индийский манты жасайтын боламыз. Бұл тағамды әр жерде әртүрлі атайды. Мен индийский манты деймін. Қамырын илеп 10 минутқа тындырып қоямыз. Подливіне керек заттарды турай бастаймыз. Пияз, чеснок, сәбіз, картоп, ет барлығын орташа етіп тураймыз. Үлкенде, кішіде емес. Біздің қамырымыз тынды. Кәдімгі мантыға жайғандай қамырды дөңгелектеп жайып аламыз. Жайылған қамырға су май жағамыз осылай. Видеодағыдай майлап, кесіп, жинап алсаңыздар болады осылай. Негізінде бұл тағамды кәдімгі өзіміздің қара қазанға да жасап жатады. Мен бұл жолы мантаваркаға жасадым. Осы әдіспен де жасап көрсеңіздер болады. Қамырына подливтің суы тимей, әдемі болып піседі өзі жеке. Қамыр салмастан бұрын листерін кәдімгі су маймен майлап аламыз. Қызып тұрған майға пиязымызды сарғайғанша қуырып, қалғандарын артынан қуыра бастаймыз. Менде перец морозильниктегі, әлбетте салыңыздар, дәмін әдемі ашады. Томатымызды салып, кішкене қуырып, суымызды құямыз. Су осылай орта болып тұрғаны жақсы. Жаңағы қамырларымыз енді бәрін үстін жауып 35 минутта орташа оттан сәл жоғарылау етіп пісіріп аламыз. Сол аралықта көк пияз, петрушка немесе укроптарды кесіп турап аламыз. Тамақтың дәмін арттыра түседі. Өте дәмді болды. Жасап көріңіздер. Ас болсын.